бір қан өзінің уәзірін сынайтын болып, 3 түрлі сұрақ қойыпты. Егер осы 3 түрлі сұрақтың жауабын біліп айтып беретін болсаң, жауап тауып болсаң, дәрежеңді өсіремін. Ал жауап білмейтін болсаң, басың кетті деді. Арнайы бір мерзім уақыт беріпті, уәзір ар ойланып, бер ойланып. Енді уәзір деген жай адам емес қой, ханның ақылшы кеңесшісі қой. 3 сұраққа жауап тапты. Сосын қарадан қарап постан босқа өліп кетпейін деп, жалғыз күн түнде бүкіл жол азығын қанындап, жүйрік атына мініп қашты. Таулардан асып, жерлерді басып, бір ен далаға барып, шаршап, аты да өзі де зорығып шаршап, бір ағаштың түбіне түсіп ұйықтап кетіпті. Ұйықтап жатса, сол маңайда қой жайып жүрген бір қойшы келіпті. Қараса, бір жақсы киінген, жақсы ат мінген, ер-тоқымы керемет, бір бекзада адам жатыр дейді. Сосын кім болды екен, не де болса жөн сұрасып көрейін деп қойшы келіп жаңа кісіні оятып сұраған екен. Кімсің айналайын? Ой, мен осындай бір ханның уәзірі едім, осындай жағдай болды. 3 сұрақ болды, жауабын таппадым. Сосын қашып жүрмін, өлетін емес. Енді қарап отырғанша маған айтыңыз, не деген сұрақ екен білейін деп, уәзір менсінбеді. Ой, мен ханның уәзірі болып тұрып білмеген сұрақты сен мына қойшы иеленіп алып жүрсің, қайдан білесің? Сен білмейсің. Оны айтпай ақ қойын дейді. Енді біреудің білмегенін біреу біледі. Біреу жылағанға біреу күледі деген қазақ. Не де болса енді уақытты өткізейік, айтыңыз, ойланып көрейік. Білсем білем деп айтамын, білмесем оны көресің. Жарайды, енді айдалада итте жолдас деген сұрап тұрға айтсам айтайын деп. Бірінші сұрақ мынандай деп айтты дейді. Бұл дүниедегі жалпы ең үлкен шындық не деген сұрақ айтты. Қойшы деген таң тамаша, ой, соны да білмейсің ба не? Білмеймін, ой, ол не? Ең үлкен шындық деп айтты дейді қойшы. Ол өлім деген нәрсе. Өлімнің дәмін бәрін татады. Өтірік па осы? Өлетініміз шын емес па? Ең үлкен ақиқат шындық өлім деп айтты дейді. Уәзір орнынан атып тұрып, рас айтасың. Мынау расында сондай нәрсе екен ғой. Бұл жақсы болды ғой. Онда екінші сұрақтың да жауабын білетін шығарсың. Екінші сұрақты айтайын деп еді. Ең үлкен жалған не деп айтты деп айтты. Қойшы да бұны да білмейсің ба не? Білмеймін. Ой, сіз қызық адам екенсіз. Қалай уәзір болып жүргенсіз? Ең үлкен шындық өлім болса, ең үлкен өтірік өмір деп айтты. Себебі біздің өмірдегі жиған тергеніміздің барлығын артымызда қалап, менікі дегеннің бәрі ертең біреудікі болады. Сондықтан қазақ 5 күн жалған деп айтады. Бұл өмірді жалған деп айтады. Демек, өтірік деген ең үлкен өтірік өмір деп айтты. Уәзірдің көктен іздеген жерден табылып мәз болып кетті. Ендеше 3-ші сұрақтың жауабын айтып бергіші маған. Ал қой, 3-ші сұрақ не десе? Ең биік нәрсе не деп айтты дейді. Ой, оның жауабын білем, бірақ айтпай дейді. Ойбай айта сал, дүние мүлкім тең жарсың дейді. Сен дүние мүлкің не қажеті бар маған? Өзіңді өлімнен құтқара алмай қашып келе жатсың. Сол сені өлімнен құтқармаған дүниенің маған не қажеті бар деп айтты. Дүнием керек емес, айтпай. Енді айтты деп жауап болмағаннан кейін жарайды, айтайын. Бірақ бір талабым бар деп айтты дейді. Айта ғой, қандай талап? Менің мына қасымда еріп мал жайып жүрген итімнің ит аяғынан ас ішесің деп айтты. Сол кезде мен айтамын жауапты деп. Сосын енді үлкен бекзада адам үшін иттің ит аяғынан ас ішу қаншалықты қорлық болса да, өлмес үшін уәзір жаңаға келіседі. Жарайды, жауабын айтсам болды, мен ішейін дейді. Ендеше деп айтты дейді, ең үлкен биік нәрсе, ең биік нәрсе. Ол адамның мақсаты деп айтты дейді. Мақсатқа жету үшін сен уәзір басыңменен болмаған сүйекке таласып қарлық болатын иттің ит аяғынан да ас ішем деп маған келісіп отырсың. Мақсатыңның жолында. Сондықтан ең биік нәрсе адамның мақсаты деп айтты дейді. Мыс. Енді көріп отырғаныңыздай бұл жерде қан, уәзір, қойшы туралы баяндалады. Жалпы бұндай типтегі сюжеті бар шығарманы бізде социалистік реализм деп айтады. Қандарды, байларды, ақымақ, қарапайым адамдарды ақылды қылып көрсету. Мысалы, мына Алдар Көсе деген ертегілердің өзі совет заманында шыққан ертегілер негізі. Байлар жаңағы феодалдық өкілдерді ақымақ көрсету.
енді мына ертегінің маған қазаққа, яғни қазақтың танымына қалай келгенін білмеймін. Бірақ бұл жерде де сол сарын бар. Сол жағынан сынауға болады. Десе де, қазіргі заманға салатын болсақ, расында керуен кері айналғанда ақсақ түйе алдыға шығады деп, небір көштің басында ақсап көш бастап жүргендер жетеді. Керісінше халықтың іші өнер кеніші деп, ақылдың кеніші ғой негізі. Қарапайым көптің ішінде жүрген небір ақылды адамдар да жетеді. Көптің ішінде талай ақылды адамдар бар. Соны айта кетейін деп осыны азды көпті мысалға отырған жайым бар. Сіздер қалай ойлайсыздар, қымбатты көрермендер?